Формочкаңызға жабыспады деген қыздар, осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, формаларыңызға жабыспайтын болады. Бүгін біз сіздермен творожный корзина дайындап көретін боламыз. Алдымен жұмыртқамызды, қант ұнтағымызды және майымызды қосып, араластырып аламыз. Үстіне өзіміздің мөлшеріндегі ұнды қосып, жақсылап бір екі массада қамыр илейтін боламыз. Күшті жұмсақ болып шыққан дайын қамырымызды алып, осылай бөлшектерге бөліп, 30 граммнан айналды, менен 20 штук шықты. Енді формочкамызға қолымыздың көмегімен осылай барлығын өстіп шеттерін бәрін жақсылап жабыстырып шығатын боласыздар. Ары қарай біздің творогымызды дайындайтын боламыз. Сүзбемізді бірінші қантымызды, жұмыртқамызды, қаймағымызды, творожный сыр және сүзбемізді қосып, үстіне бір қасық ас қасықпен кукурузный крахмал саласыздар да, осылай араластырып жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып шығасыздар. Бәрін формочкаларыңызға қойып, 180 градусқа бір келкі болғанша пісіріп алатын боласыздар. Міне көріп тұрғандай видеода асты жабыспайтын болады. Бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен шоколадпен қостым және қалғанына қосқан жоқпын. Ас болсын, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер және маған тіркелуді ұмытпаңыздар.